Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айкерім. Бүгін біз пиде дайындайтын боламыз. Ол үшін блендерға қызанақтарымызды саламыз, болгар бұрышын саламыз және аскөк саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, кориандр, паприка салатын боламыз. Барлығын жақсылап блендерден өткіземіз. Міне бізде осындай масса болуы тиіс. Осы дайын болған массаны фаршымызға саламыз. Тартылған етімізге салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң қамырымызды сопақша етіп, жайып, осылай дайын негізгі бөлігін салып шығамыз. Қамырдың рецептісін астына жазып кетемін, құрамын. Қамырын дайындау өте оңай және видеодағыдай көрсетілгендей қамырымызды өріп шығамыз. Үстін жан-жағын жұмыртқа жағып, духовкаға 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне менің пиделерім дайын, өте дәмді әрі хрустящий болып шықты. Мен де сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса комментария қалдырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.